Қазақ халқының басына қаралы қайға келген 1937-39 жылдардың қанды қасабы мен оның 1950-53 жылдары қайталанып соғуы талай жайсаңдар мен жақсыларды Степла, Карлаг сияқты қараңғы қапастарда ұстап келгені жұртқа мәлім. Заңсыз заманның құрбаны болған, халық жауы деп ат қойылып, айдар тағылған азаматтардың бірі Айтбай Нарешев. Айтбай Нарешев 1915 жылы Атырау облысы Қызылқоға ауданында дүниеге келген. Еңбек жолын 1926 жылы бастады. Орал қаласындағы педагогикалық институтты тамамдап, 1938 жылы Қарағандыда жаңа ашылған оқытушылар институтына мұғалімдікке жіберілген. Сұрапыл соғыс басталғанда облыстық партия комитетінің жолдамасымен майданға аттанған Айтбай Нарешев 12-ші гвардиялық ауыр миномет бригадасының құрамында шайқасқа кірген. Фашистермен ауыр айқаста гвардия аға сержанты Катюша деп аталатын қуатты құралдың жауынгері. Бөлімшенің партия ұйымдастырушысы Айтбай Нарешев ерекше көзге түскен. Рига қаласы үшін ұрыста өз зеңбірегінің оғымен жаудың өздігінен жүретін Фердинанд зеңбірегін 4 автомашинасын және ондаған солдатты жойып жіберді. Нарешев жолдас осы ерлігі үшін Қызыл жұлдыз орденімен наградталды. Майданнан жеңіспен оралған соң Айтбай Нарешев облыстық комитетінің мәдени ағарту мекемелері бөлімінің меңгерушісі болып істеп, соңынан педагогикалық институтқа оралды да сырттан оқу жөніндегі проректор, ғылыми сектор бөлімінің меңгерушісі болып еңбек етті. Жұмыста жүрген Айтбай Нарешев 1951 жылдың 28 ақпанында Мемлекет қауіпсіздік министрлігі Қарағанды басқармасының қызметкерлері келіп ұстайды. РСФСР қылмыстық істер кодексінің 58-ші, 10-ші және 58-ші, 11-ші статьясының 2-ші тармағымен Қазақ ССР жоғарғы сотының қылмыстық істер жөніндегі коллегиясының 1951 жылғы 15-16 маусымның үкімі бойынша Айтбай Нарешев 25 жылға бас еркінен айырылып, қосымша 5 жылға азаматтық құқын жоғалтып, еліміздің ең түкпірлеріндегі лагерлерге жіберілді. Халық жауының қара тізіміне тіркелген бұл азамат Кеңес үкіметіне қарсы ұлтшылдық ұйым құрыпты. Ұйымның мақсаты Орта Азия және Қазақ республикаларының Кеңес мемлекеті құрамынан бөліп алып, Түркияның қолдауымен буржуазиялық ұлттық мемлекет құру болыпты. Бұл мақсаттарын жүзеге асыру үшін олар кеңестік құрылысқа қарсы үгіт-насихат жүргізіп, қазақ ұлтшылдарының идеяларын уағыздағанын, оқуға тыйым салынған әдебиеттерді сақтап, оқушыларға тараттын, Қазақстанның өткен феодалдық байлық дәуірін аңсадын, студент жастарды буржуазиялық, ұлтшылдық рухқа баулыдын, оларға теріс идеялық ықпал жасадын деген айыптар тағылды. Айтбай Нарешев жабылған жаланы мойындамады, протоколға да қол қоймады. Бойыны кернеген тергеуші Ливагин Айтбайды ұрып соғып тепкілейді, карцерге қамап, бірнеше күн ұйқы бермей, саусағының көбінесе ине тығып, қолын бұрап қорлайды. Айыпкердің көнбесіне көзі жеткен тергеуші одан бұрын түрмеге түскен Бүркіт Ысқақов Махмет Теміровті куәға тартып, егер Нарешевтің ұлтшылдық әрекет туралы бір ауыз сөз айтсаңдар, сендерді босатамыз деген әзілдікке дейін барады. Ақыры өтірік жаланың бәрін жиып теріп, 58-ші статьяға сыйғызып, ары таза, адал адамды айдап жіберген. Новосибирск, Иркутск қалаларында қара жұмыс істеп азап шеккен. КСРО жоғарғы сотының қылмыстық істер жөніндегі коллегиясының 1956 жылғы 17 қараша айының ұйғарымы бойынша Айтбай Нарешев бастаған 7 адамға байланысты Қазақ КСРО жоғарғы сотының 1951 жылғы 15 маусым айының үкімімен Қазақ КСРО жоғарғы сотының 1954 жылғы 24 қараша айының қаулысы күшін жойды. Әрі осы айыптаушылардың қай-қайсының іс-әрекеттерінде қылмыс құрамы болмағандықтан істің қозғалуы біржолата тоқталды. Жазықсыздан нақақ жазаланып, қылмыскер деп табылып, айдалып кеткен 7 адамның бәрі ақталды. Айтбай Нарешев 1981 жылы дүние салды. Жалпы ұлттық татулық пен саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні жыл сайын 31 мамырда аталып өтуде.